Енді сол айтыстың бүгін нағыз басталған дүбірлі додасы. Олай болса алғашқы жұп бізде Бекболат Еркеғали және Бақыт Жандос. Адырнасын тартқанда өрлөленнің шабысын байқаңыздар кердөненнің. Армысың абыройлы арқа жұрты, өз жерімде арқамды кеңгерермін. Шет бүгін ақындардың шебін құрды, шешелі сөйлейін деп мен де келдім. Тұғырлел түйінімді түртіп отыр, тұғырыңды таққамен тең көрермін. Бөлінер кіл жүйректен кіл жүйрегі, көрінер екен бүгін көмбеденгім. Ер есет тұлпарындай топқа кірсем, төгіліп сөйлермен терлегенмін. Ей, Шортанбай оңтүстіктен шетке келген шеберіне айналып шерлөленнің. Менің де кіндік қаным сонда тамып, 5 жасымда арқада елге келдім. Ей, арман барма ақында мен секілді, арасын жалғап жатқан ел мен елдің. Мойнында ұлар құстың ізі қалып, қойнында құлан жортқан белге келдім. Ей, туындылар тудырған Тұлғабайды, тудырғанды тудырған төрге келдім. Ей, жаратушы тәңірді ұлықтағасын, қалайсың Еркеғали күріп баласын. Қатарыңның барлығы шаныңда қал, шарш топта тер төгіп шынықпағасын. Қалай сені мықтақын дей алмаймын, талай тарлан ақынды құрықтағасын. Ей, жырыңмен ел сүйдіріп келе жатсың, тіліңмен тас қопарып тіліп барасын. Ендеше өзіңменен айқасайын, ағайын отырса егер біліп бағасын. Ей, антисептик секілді жыр шашайын, әйтпесе вирус құсап қырып барасын. Ей, Еркеғали асылған дүр емес пе, ереке келендеше ерегеске. Жылдың үздік ақыны болғаннан соң атағың облысқа кенемес пе. Хабарсыз біраз уақыт жоқ болып кетіп, хабардан бірақ шыққан сен емес пе. Ей, облыстың атағын абыроймен асқақтатқан ақының ер емес пе. Балғынбектің батасын алған бала көмбеге алғаш келген көбегесте. Ей, шоу айтыста шоқтығы биік болған шабысың шал құйрыққа тенемес пе. Ендеше айтысайын бел сыбанып, белмен қатар түрілген жен емес пе. Ей, шоу айтыстың жұлдызын женіп кетсем, нағыз шоудың көкесі сол емес пе. Жырдан кірпіш қалап тастар, қара өлең қара жерге қаратпас дәл. Жан досты жан досым деп келіп отсам, бұл маған құрып кептау ағат жоспар. Қырамын жоямын деп кеуде кермей, айтушы ет бір-біріне мадақ достар. Мені жеңіп, мен ұтып шоу жасауды ойың алма, сөздерім сені екі орап тастар. Шоу сөзінің қадыры жоғалды ғой, көшін оның сайқымазақ боратпастар. Әбділдәнің мұраты бәле болдау, жанында шайтан суы арақ тоспар. Қыздарға жаман үлгі беріп жүрген қара қатын жан екен қадап тастар. Нағыз шоуды бабалар қалдырды ғой, өнердің өнегесін жоғалтпас дәл. Шашубай сахнада шаң шығарған, сарқылмас сақ ақынет сауатты асқар. Қажы Мұқан көтеріп жүк көлігін, спорт сүйген жастарға сабақтастар. Жастар бірақ бұларды менсінбейді, әлеуметтік желіден әр аспастар.
ел жайын уайым қылмай вайын көріп дайын ойын әзілге жолап бастар. Жандос-ау біздің шоулар не бағаланбас, есерсоқтар тұрғанда жолатпас дәл. Шоу сөзінің шырағын өшірді ғой, жанбай жатып сөнетін шолақ бастар. Қойнына қуат сыймай қарпып келген, мойнына тарих көшін артып келген. Ассалаумағалейкум арлан қазақ, аю менен айдақар қорқып келген. Керей менен Жәнібек көшін бастап, аталары атағын тантып берген. Жоңғар менен қалмақтың жон терісін сыпырып, соңғы күшін сарпып берген. Одан бері жылжысам жылнамаңды алаш болып тұяғын тарпып келген. Әлихан Міржақып пен Сәкен болып тар жолда тайғақ кешіп жортып келген. Абайдың тойын тойлай алмаса да ойын ойлап көкейге қортып келген. Хәкімнің есебі жоқ жырдастанын әкімнің есебінен артық көрген. Төс көрлеген жауларын ескермеген, сондықтан қазынаңдап шалқып келген. Қалайсың қойдан жуас момын қазақ, бойынан аңқаулыға аңқып келген. Сұңқарының сыпырмай томағасын, тұлпарының тұяғын тарқып келген. Әуелден амандасу дара сүннет, үмбеттің сүннет қосар санасын көп. Шеттейтін шежірелел шақырғанда, кеп тұрмын ел жұрт менің анашым деп. Ортаңа 12 ақын орнығыпты, шарғыға қайрағандай шамасын кеп. Бір-екі камераға қарап қалдық, ел жұрттың көрмегесін қарасын көп. Қиқу жоқ, шапалақ жоқ, бір түрлі екен, баласы іздегендей анасын кеп. Бұлай тұсты ютубқа салады екен, әлеуметтік желіде тарасын деп. Онсыз да телефонын тастамайтын қазақтың көріп жүрміз баласын көп. Каналдар көбейді ғой көпіріктей, дүниенің салатын шаласын көп. Жын ойнақ видеоның қаралымы миллионға жеткізді жобасын дөп. Әдейі ақындарды салмақшымыз, баршалаштан алсын деп бағасын дөп. Жастарға төлөнерді насихаттап, жанына жырды жақын санасын деп. Құр қалмаса екен деп, қар өлеңнен тыңдалмаса сөз жетім қаласын деп. Тымдалбаса нәрсені көре бермей, тым болмаса айтысты қарасын деп. Ай, көрерменнің жоқтығын қапа көрмей, бастайын бірегесті батал ердей. Үй ішіңді толықтай танушы едім, үйінен шығармайтын бата бермей. Әкеңіз өте шебер адам еді, болмайды ол кісіні сақа көрмей. Анаңыздың талай рет асын ішіп, кетіп ем құрметін ап жапа көрмей. Бір ағаң ел танитын асабы еді, әр тойдан кететұғын шапан өңдей. Бір ағаң жекпе-жектен чемпион ет, саралтын еншілеген сапал ер ғой. Жандос-ау ал сен болсаң жатып ішер, жалғанды жалпақ басқан жатағен ғой. Тип қашпай асырасай үй ішіңді, тиктоктан видео мен фото көрмей. KFC жеп UFC ойнап отсаң, қатарыңа қаларсың қатар ермей. Сенде біраз нәрсенің басын шалдың, кетейін әр қайсын атап өңдей. Даяшы боп қуылып қалып едің, жүр алмайсың артыңа шатақ ермей. Кәсіп бастап біреуге алданып қап, олысыңде кетті ғой опа бермей. Тойларға да ренжіп шықпай қойдың, тиын түгіл қойды деп мата бермей. Бизнес тренингтарды қойған дұрыс, бет алды қиялдарға бата бермей. Болмаса мылтық ұстап әскерге бар, жігіт болама рота көрмей. Ертерек есейгенің дұрыс болар, жаспын деп көп қыдырып лафа көрмей. 120-ға келсең дағы түк бітірмей жүрсің ғой, не асқар не жота көрмей. Абайдың сөзіменен айтар болсам, тыңдарсың хәкім сөзін қата көрмей. Есек артын жусаңда бірдеңе қыл, төсек үстін сипалап жата бермей. Ереке тоқтат болды дастаныңды, дастан айтып бұл бала басқа мінді.
жүгендеп алайын деп отырсың ба түгендеп отбасылық составымды. Жатып ішер деп жалат жапқаныңыз ұмытып батысқа түскен басқа күнді. Әлде сен универде ұмыттың ба ақша таппай қиналған ашқарында. Енді кеп мына маған жала жаптың еңбексіз өткізет деп босқа күнді. Мен сені сыйлап қонақ қылып жүрсем басқа жаққа құрыпсың жоспарыңда. Үйіме күліп кіріп сынап шығар осындай түсінбеймін дос бауырда. Қонақ болып келгенде қазы беріп қымызға толтырушым тостағыңда. Бұндай дос менде ғана емес шығар, болса егер көтергін қос қолыңды. Бұл айтысты ютубтан береді екен, қоса алмай қойған соң бастарыңды. Ағайын комментарий деген жерге белгіле дәл осындай достарыңды. Тура жолдан тайдырса талай золы, адамды адастырмас абай жолы. Ақынның айтқан сөзін екетпесек алдымыздан туар ет арай жолы. Қан бойына құйылса құн дөлені, тал бойынан шығар ет талай зары. Майдасынан меңгерсе адамдықты, маңғазелдің болмайды малай жаны. Осыны ұқтырам деп Қартабайдың ағармап беді талай самай жағы. Баспасына би болған қиқымдардан таспаменен тілінді талай жоны. Абайдың айтқан сөзін екетпесек қазақтың түзелмейді қалай жөні. Қонар еді бос торғай қой үстіне, толар еді қазақтың талай жоғы. 45 сөзін білу бабамыздың 30 елге кірудің оңай жолы. Ереке отқа салса жан бағасын, суға салса не батпай не тонбағасын. Нағыз лапа мен демес сенде екен ғой, ағайын бұны естісең тан боласың. Ұстаздар сен айтысқа жібермеуші еді, сабағыңда белсенді болмағасын. Бірақта ол байқыстар қайтсын енді, жоғарыда ректор сені қолдағасын. Сабаққа бір бармаған бұл өркешке бір саусақта тегізбей қорғағасын. Алматыға айтысқа барар кезде ұстаздардан рұқсатта алмағасын. Универдің басшысын пайдаланып оңбағасын ақ кеткен оңбағасын. Қалғандары тоқалдан туып беді, сен өзі қандай жолды таңдағасын. Реттелмей жүретіғын шаруасың, ректормен шешіп жүрген сен ғанасың. Қиын ғой күтпеген жан қапқан кезде. Жан досым маған жала жапқан кезде. Қарананды бөліскен жан ғой десем, қаралықпен құрыпсың қақпан лезде. Ректормен шаруаңды реттейсің деп басшын айтып бастағы бақтан безбе. Жан досау бұның бәрін қайдан білдің, тағы да айтпадың ба ақпарды өзге. Ректорын қорғаушың деп айта көрме, қорғаушымыз бар ма еді хақтан дөзге. Айтыс үшін сабақтан босатқаны керсінше көрінеді мақтан көзге. Аттонын ала қашар басшылар көп, аламан айтыс жайлы айтқан кезде. Ал біздің ректорымыз мені қолдап бата беріп қосады топқар кезде. Ақынға бұдан асқан бақыт бар ма, басшының өз көңілін баққан кезде. Көрдің бе сен түгілі мына мені солардың өз қолдап жатқан кезде. Ректораттың барлығы түк тұрады, Бекболаттың баласы шапқан кезде. Тама тамшы тас тесеттейді, тапқыр ақын әр сөзін кесектейді. Әлмисақтан бұл қазақ бірін бірі батыр деген ел әркез өсеттейді. Бұл сөздің мағынасы жоғалған ба, есті сөз есіргенге еш өтпейді. Бұл күні Құдай қосқан көршілерде бір-бірінің дүниесін есептейді. Бір туған бауырлардың өздері де мәселесін есеппен шешеттейді. Құс төсекте жамбасы тесілгендер билікке бірдеңені десектейді. Екі адам арасында болған дауды ел екіге бөлініп өсектейді. Бұл не деген масқара ағайындар, бүйте берсең бастан бақ көшеттейді.
Ұлы Абайдың сөзімен айтар болсам, бірлікті малға сатқан өшеттейді. Бар қазақтың бірлігін ойлағандар әр қазақтың уайымын жесектейді. Сыртымызды бірлікпен қоршай білсек, сырттан келген дұшпанның сес өтпейді. Дейсің бе, мына маған оңбағасың. Ректорды айтып несіне зарланасың. Досыңның сырын елге қазып беріп, қазына тапқан жандай жанданасың. Сенікінде ендеше мен айтайын, менікіне немене таңғаласың. Орыс тілден қиналып көбі студент ұрып еді таспенен тауға басын. Көбісі де жазғада қалып қойды, Жандос-ау, ал сен неге қалмағасың? Аязбаева өзіңді аямаушы ет, орыс тілге икемің болмағасын. Дер кезінде деканға звондапсың, дереу сосын кірісті шаруаңашын. Ол байқұс мұғалімде не істей алады, басшыға қаршыға алмағасын. Сөйтсем сен тойың гүл қып кетіпсің ғой, тамадағы өзіңді жалдағасын. Деканға қызмет қылып бергеннен соң қалайша мына сені қолдамасын. Көбі студент жазға қап қойған үшін көк қағаздың төледі молданасын. Сен болсаң той басқарып ақшаңды алып, оған қоса қымыз ет толған асың. Қысқасы қорытынды емтиханнан пайдалы жолды тапқан ер баласың. Барлығы минус болып жатқан кезде плюспен шығып кеткен сен ғанасың. Дегенде орыс тілі бір жанжал бастадың ғой жарыс күні. Табан асты тапқыр боп кеткен жандай жала жауып жағама жабыстыны. Ректор десем декан деп басыңыздың көтеріліп отырма сәлістіға. Аязбаевадан ақыры құтылғанмын, аязының өтсе де сәліскірі. Бұл Жандос күні түні сабақ оқып, нәтижесін берген ет дәріс түбі. Деканға тамада боп бергенменен тапқан жоқтың соншама табыстыры. Бағаға басшының еш қатысы жоқ, берсе де мына бізге шанстыры. Ол кісі көмектесіп қайтсын маған, арамыздың бар еді алыстығы. Тек әнменен тойменен аяқталды деканменен досыңның таныстығы. Бісміллә сөзді жалғайын. Бісміллә сөзді жалғайын, шекпендел жайлы шеттеген. Құбажон құлан түрлікте құдай деп жүріп көктеген. Иман Жүсіптің өзі де өзіңе соқпай кетпеген, Нұранын көріп жағасын жірәнге қосқан төкпеден. Сенкі бай менен жиде бай, жеріңді қорғап көптеген, шегіргөз жауға шеп құрса шебінен шығын өтпеген. Арғынның екі баласы аюлыда жерленіп арғы өмірді беттеген. Абайдың өзі баталған, жақсы жәкең атанған, Жаңғұтты бидің мекені тыным тапқан Меккеден. Қақпан ақын мен Маясар жырымен елге беттеген, осындай ерлерді бекіре жалды бек көрем. Дидар мен Телеш ағалар дос болған екі шекпенен, домбыраменен арындап тудырған талай от дөлен. Жансай, Айдын, Бейімбет күрес әдісін ептеген, Шардаланың ішінде шанына ешкім жетпеген. Коронавирус келді деп талай шараны шектеген, бірақ шеттейтін ауданым айтысты сыртқа теппеген. Ақсу аюлы құт мекен, тау шөксе де шөкпеген. Шеттейтін жерге рахмет, шетенен ырыс кетпеген. Жайсан ел көңіліңе жағу үшін қашайын өлең жырдан тағым үсін. Сары бел, сарарқамау, синаман бол, сарғайтар сендерсіңдер сағынышым. Еркеғали, бауырым, сен айтыстың, ұйытқып жана соққан дауылысың. Осы менен қоштасып тұрайықшы, сен Жандостың ақыреттік бауырысың. Айтарым Абайды оқы, алқалы жұрт адамдық қасиетіңді тану үшін. Жаман вирус елімнен жылдам кетіп, жақсылық жайласыншы халық үшін. Мерекелі мәртелдің мерей асып, берекеңмен кетпесін бағырысың.
жасқа елім мәуелім, көркімді қосқан кәделім, көмбеңе келіп көсілсем, көремін жырдың әлемін, қапталдан төкпей естілсе, ақсудың сылдыр сондай, ұрансыз сөзге ұрынбай, қалыспай менде төгеммін, қараша елім алғане, қарагер жырдан мән көре, балаңның қарсал берерін, бегем деп белді бой бермей, бегелді барша жырлаған, бек болаттың ұлының, бекем деп айтқан өлеңін. Заманның көксем запранын зарлады демей керсінше, дерсіңдер маған зерегім, оғланша ой арнасам, оңғарып тағы отырған, отырмыз ғой ішінде бәріміз бір кеменің. Ұлдарда намыс қалмады, қыздарда қалыс қалмады, бойларын нәпсі жаулады, ұяттан білмей өлерін. Өзге ұлттан ғайыр болмады, албап бізден керегін, армиян менен дүнгендер, дәстүріме күлгендер, еске алмай алған көмегін. Ақлақтар мен қытайлар, байлықтың көзін білгендер, алаштай аңқау елімнің ашуын білмей жүргендер, жауар бұлттай төнерін. Басшылардан бас қалмады, жымқыру болып арманы, ұйқысы дұрыс қанбады, түсінде көріп не жерін. Ұстазда ұят қалмады, ғылымды бар деп ескермей, пайдасын біле тексермей, теңгесін алып төскерлей, жанбай жатып сөнерін. Ақ халаттыдан ар қалмады, мүгедек болып барғаны, салғылып санға салғаны, сәбидің көзін аштырмай, көрдік қой көрге көмерін. Атада өсиет қалмады, атада өсиет қалмады, иекке сақал салмады, батада бере алмады, дәстүр болмай көнедің, көрген емес жастарға желпініп айтар жегенін. Әжейден үлгі қалмады, орамал басқа орамай, немере бағып қарамай, құртмай жасауға жарамай, зерелігін білмейді зеренің. Ағадан тағылым қалмады, біреуін өсекте, біреуін қарғады, деп жүрс білімді жаз жандар деп едім, ұмытпаса да ғайбатты ұмытты көрді көрерін. Ақында ақыл қалмады, ақиқат арнау арнады, шындықпен шырқап шеберін, айырмай қазір қалдық қой істеп жүрген ісімен айтысты айтқан өлеңін. Майынан қылды суырмай, батырлыққа бұрылмай, шындықты айтпай шырылдай, додаға неге келемін? Қоян жүректей тығылмай, махамбеттердің жырындай, осындай болам жебенің. Хатты айтсам айып етпеңдер, халқың ғой менің сенерім, сенімді қолдар ередің. Айтып жатқан түрім ғой бабалардың дегенін, тәлім түркіден қалған тәлімді, тәлімгер жастар білсін деп, түзу жол менен жүрсін деп, өр рухты өлең өремін. Алашым сенде аман бол, өнегелі де өрелім. 5 күн жалғанда бақ болсын, берекең менен беделің, құл болатұғын мұң көрмей, күң болатұғын күн көрмей, 5 елі баққа бөленсін, бесікте жатқан бөбегің. Ай, жандос-ау, жырларымнан 100 ойықшы, дейсің бе орнымыздан ұзайықшы. Сізге қатты сөз айтып айтысқанда кешіріңіз боп қалсақ біз айыпшы. Әрдайым қызуымыз көтерілмей, қызыл шеке айтысып қызайықшы. Адалдықтың арнасы ажырамай, шын достықтың шеңберін сызайықшы. Орнымыздан тұрарда қол алысып, алақанды аямай жайықшы. Содан соң әдемілеп құшақтасып, карантин ережесін бұзайықшы. Ой, рахмет. Тамаша айтып жасаған достық әзілмен көпшіліктің көгіне жол тапқан Бақыт Жандос пенен Еркеғали Бекболаттың қазылар алқасы бағасын берсін. Ар жақтағы Жандос Бақыт, сол Жандос айтысты бастады, Жандостың бағасын беріңіздер, қазылар алқасы. 10, 10, 1, 9, 4, 10. Жандостың бағасы. Жандоспен айтысқан дос, құрдас топ, тамаша әзіл шығарған Бекболат Еркеғалидың бағасы. 1, 9, 4, 10. 2 ақын тең түсті.